Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жансая. Мен бүгін сіздерге қытырлақ чипсыйдың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Қытырлақ картоптың шығу тарихы. Чипсыйды алғаш ойлап тапқан адам америкалық қымбат мейрамханалардың бірінде бас аспазшы болған Джордж Крам деген азамат. Тіпті чипсидің нақты қай жылы қай күні пайда болғаны да белгілі. 1853 жылы 24 тамызда мейрамханаға келген қонақ өте қалың кесілген фри картобы ұнамай бас аспазшыны әбден сөгеді. Елдің алдында қатты қысылған Крам картопты жай ғана емес, тіпті өте жұқа етіп дөңгелектеп кесіп, екі жағын кезек-кезек қытырлақ болғанша майға қуырған екен. Осы тағамның дәмін татып көрген қонақ риза болып, осы тағамды чипсы деп атаған екен. Чипсы ағылшын тілінен аударғанда бөлшек дегенді білдіреді. 1932 жылы Америкада картоп чипсиларының дәмін түрлендіріп жасау үшін тіпті ұлттық институт та құрылған. Бүгінде балалар сүйіп жейтін бұл тағам картоптың белгілі бір сорттарынан немесе картоп ұнтағынан, басқа да зиянды қоспалардан жасалады. Мамандар чипсиға адам тез үйір болады дейді. Қытырлақ картоптың құрамы қандай? Бір пакет чипсидің энергетикалық құндылығы шамамен 550 болса, бұған ол құрамындағы майдың есебін қол жеткізеді. Чипсидің құрамында дәрумендер мен минералдар мүлдем болмайды. Чипси қатты шөлдетіп, рациондағы калорияңызды жояды. Чипсиға қосылатын зиянды дәмдеуіш қоспалар. Мұндай чипсилардың дәмі картоп дәміне мүлдем ұқсамайды. Оған көмекке дәм қосарлар мен дәмдеуіш қоспалар, негізінен натрий глутаматы келеді. Натрий глутаматының ең дәмсіз деген тағамды, оның нақты құндылығын ұмытып, тағы да жегіңіз келетіндегідей қасиеті бар. Чипсидің зиянды жақтарына тоқталсақ, өзіне тәуелді етіп алады. Чипсиді күнде жеу бұл есірткі мен алкоголь сияқты тәуелділікке соқтырады. Семіздікке шалдығу. Құрамында майлар кез келген адамның денсаулығына кері әсер етеді. Кейбір ақпараттар бойынша майлы чипсы обыр ауруын тудырады. Ағзада тұздың көлемі артады және семіздікке де әкеліп соқтырады. Тұздың көлемі артқан жағдайда сүйектің өсуі мен жүректің жұмысы бұзылады. Чипсидің құрамында көптеген бояғыш заттар мен дәмдеуіштер болады. Көп мөлшерде қосылған чипсы адам ағзасын дереу аллергия тудырады. Чипсидің пайдасы мүлдем жоқ деп айтуға болады. Бұны қуыру кезінде бүкіл витаминдердің барлығы жойылады. Қытырлақ картоп чипсыйын күнделікті қолдануға болмайды. Оны тек қана салаттарға қосып қолдануға болады. Бұл чипсыйды ересектер де, балалар да өте жақсы көреді. Қытырлақ картопты үй жағдайында да дайындауға болады. Бұған дәмдеуіштердің өте пайдалы дәмдеуіштерді қосып, үй жағдайында балаларға жасап беруге кеңес беремін. Қазіргі кезде чипсидің түрлері өте көп. Дүкенге барған жағдайда сөрелерде чипсидің неше түрлі дәмдеуіштері қосылған түрлері бар. Чипсиді алғаш жегеннен бастап, оны қайта-қайта жегіңіз келе береді. Сол себепті адамды семіздікке де ұшыратады. Сондықтан адам ағзасында аллергия пайда болуы әбден мүмкін. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны бассаңыздар, менің жаңа видеомды көретін боласыздар. Және комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Каналға тіркеліп, лайк басып,